Мәжілісмен Бекболат Тілеухан ауруханада коронавируспен күресіп жатыр. Ол өзінің қазіргі жағдайы туралы айтып, шамасы жоқ екенін жеткізген. Депутат 10 күн бұрын өзінің коронавирус індетін жұқтырғанын білген. Тест оң нәтиже көрсетіпті. Бастапқыда үй жағдайында ем алған Бекболат Тілеуханның жағдайы күрт нашарлап, ауруханаға жатқызылған. Бұл туралы депутат телефон арқылы айтып берді. Шүкір, жақсы, сөйлесуге шамам жоқ, айналайын. Дәрігерлер жауап берсін. Бәрі жақсы, рахмет жаным, ауырып жатырмын, деді Бекболат Тілеухан. Енді депутаттың жанында жүрген көмекшілері мен отбасы мүшелері жаппай тест тапсыруға көшкен. Қазірдің өзінде Тілеуханмен байланыста болған 5 адамнан вирус анықталған көрінеді. Ал мәжіліс үйіндегілер алаңдауға негіз жоқ деп отыр. Қазір мәжіліс депутаты Бекболат Тілеуханнан коронавирустық инфекция анықталып, ол қажетті емдеу курсын қабылдауда. Мәжіліс депутаты осыған дейін қашықтан жұмыс істеу режимінде болған. Бүгінгі таңда депутаттық корпустан да ақпарат қызметкерлерінен де аталған ауру белгілері анықталған жоқ, дейді мәжілістің баспасөз қызметі. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Бекболат Тілеуханның коронавирус жұқтырғаны белгілі болған.